Сәлем достар, мен сендерге қазір күннің аптап тұрған ыстығында екі түрлі қалай үй жағдайында лимонад жасауға болатынын көрсететін боламын. Мен алдын ала осылай турап алдым. Бізге керек заттар лимон, апельсин, құлпынай және де жалбыз. Бізге осындай екі сироп керек. И осындай спрайт және де сарағаш керек болады. Достар, мен сендерге бірінші құлпынайлы лимонадты жасап көрсететін боламын. Бізге бірінші осындай құлпынай керек болады. Апельсин керек болады. Екі штук. Одан кейін бізге жалбыз керек болады. Жалбызды осылай мұжып салсаңыздар, дәмі жақсырақ болады. Бізге сосын сироп керек болады. Мен сиропты қазір көз мөлшерімен өлшейтін боламын. Біз графиннің жартысына дейін спрайт құйып аламыз. Енді жартысына Алекс құятын боламын. Сосын маған мұз керек болады. Достар, біздің лимонад дайын болды. Енді дәмін көретін боламыз. Өте дәмді болады, сіз көрсеңіздер болады. Достар, енді біздің дайындайтын сусынымыз мохито болады. Үшін біз тағы да апельсин қосамыз, 2 штук лимон и қалған жалбыздың барлығын қосамыз. Достар, осындай енді бізге мохито деген жазылуы бар сироп керек болады. Осыны құятын боламын. Мөлшерімен өлшеп құятын боламын. Мен жартысына спрайт құятын боламын. Енді жартысына Алекс құятын боламын. Енді жақсылап араластырамыз, достар. Достар, қазір дәмін көретін боламыз. Осындай ыстық күнде таптырмас күшті сусын болады екен. Істеп көріңіздер. Мен бұған мұз қоспадым. Мұз қоспай істеп көрейін дедім. Мұз қоспасақ та күшті болады екен. Бірақ сіздер мұз қоссаңыздар болады.